Бүгін бізде қонақта Ези, Эки, Халфани, Аза, біріншісі Құрманғазы, екіншісі мен бір қайғылы бір жағдайымды айтып берейін саған. Концерт істегенге жүрмін. Бір осындай бір не керек болды. Бір екі жерге барып әңгімемді айтып кету керек болды да. Айтпай ақ қойыңызшы, жақсы ренжіп қалып жүрмеш. Енді бұл Q-поптан бөлек басқа эстраданың жұлдыздарымен фиттарың көзделген жоқ па? О жақта да сол әртістердің еңбегін ештеңесін бермейді екен. Ерболат ағамен отношениең қалай, жақсы ма? Бізде авторство вообще бар ғой, бәрі ноль. Гонорарың қандай? Гонорарым ба? Туристер біз таяқ жеп қалдық. Қаншалықты көп пайда көрдіңдер ол жобадан? Пайда, иә. Жайлап әңгімемен бастай берейік. Қалай атырау, нормально ма мынау атырау? Атырау әрдайым керемет. Күшті бар. Жерім күшті бір басқаша сезім. Қуанып, бақытты болып жүрген жайым бар. Көп келіп тұрасың негізі да оған? Не? Көп келіп тұрасың ба? Жоқ. Осы жол бірақ сен Осы жол көп ұзақ уақыт жүрмін осында. Оған дейін бір жарты сағатқа кіріп шыққан кез болды үйде, турне кезінде. Сосын бір апта болмай болдым, 4-5 күндей. Сосын інімнің тойына келдім 1-2 күнге. Осы жолы мен 3 апта болды ма, қанша болды? 3 аптадай болды, иә. Бір айдай болып қалды дейсің. Базар. Осында қалам, осында үй алам, машина алып, студиям құрып, шоу бизнесті осында жерлеп жасай берем деп. Қайырлы күн, құрметті достар. Эфирде ЕМА подкаст. Бүгін бізде қонақта Ези, Эки, Халфани, Аза, Азамат Зенкаев. Қош келіп жатсың, бауырым. Қош көрдік, армысың, бауырым. Қалдарыңыз қалай, өздеріңіз жақсылар ма? Қалай, студия ұнап жатыр ма? Жоқ десе. Керемет бәрі жақсы. Ең бірінші сұрақ, Азамат Зенкаев деген кім? Азамат Зенкаев деген мен. Ол кім? Ол Қызылқұрт. 90-шы жылғы. Өлең жазатын бір әдеті бар. Балықшының жігіті. Алматыда жүреді. Қазір Атырауда жүр, иә. Әке-шешесінің жанында батанысын алып жүрмін деп. Сол дайындалып жүрмін кішкене, ес жинап, қалай айтсам болады, шабыттанып, күш жинап деген сияқты. Не шабыттандырады сен? Айналамдағы адамдар, жақындарым, табиғат. Папа, мамаң? Әрине. Апаң, інің? Үйде ортаншысың ғой? Інімнің балалары бар, апамның балалары бар. Сөйтіп бір шу болып, айғай-шу болып, үйде күнде әйтеуір апыр-топыр әйтеуір күшті болып жатыр. Ауылға келгенде әйтеуір күшті болып жатыр деймін сол. Сені зерттеген кезде мен байқағаным, сен руың Қызылқұрт қой, сондай Қызылқұрттан тағы да 2 танымал адам бар екен. Білесің бе? Біріншісі Құрманғазы, екіншісі мен ба? Екіншісі Ескендір Хасанғали. Қызылқұрт екен. Мен тек соны жақында білдім. Құрманғазыны енді бәріміз білеміз ғой, Қызылқұрт екен. Бірақ та Ескендір Хасанғали. Қате болса комментарияға жазып кетіңдерші. Мен енді Гуглдан, интернеттен іздеп көргенімше Ескендір Хасанғалидің да руы Қызылқұрт екен. Ол кісі негізі батыс қазақстандікі ғой жалпы. Мен де сол бірінен естідім да. Кіші жүзден Қызылқұрт бар, сосын ұлы жүзден де Қызылқұрт бар емес па осы? Жоқ сияқты ұлы жүзден. Соны комментарияға жазып кетіңдерші деп па? Оны мен пападан сұрарым, папам шешер. Дұрыс. Мен осы нені білмеппін. Осы момент, осы факт. Ескендір Хасанғали ағамыздың Қызылқұрт руынан екен білмеппін. Сондай-ақ сен балықшыдансың. Мен негізі адамдармен былай танысқанда, сөйлескенде андай connection деп бастаймын да, ассоциация. Қызылқұрт дедік, екінші местоположение сен балықшы. Балықшыдан тағы бір рэпер бар ғой, мен айтпасам болмайды. Кім білесің бе? Балықшы рэпер көп қой. Мен таяйда рэпер көп, бәрі рэпер еді ғой.
бәрі рэпер негізі балшын. Бізде ана кіші жүзде не ғой, кезіндегі Махамбет Өтемісұлының, Исатай Батырлардың өлеңдері хан емессің басқа ұрсын деп айтатын. Сол кездің рэптері ма? Негізінде былай қарап отырсаң, ханның алдына келіп айтып тұр, яғни неше түрлі өлеңдері бар, кәдімгі таппақ қой, ана кәдімгі ұйқастары бар деген сияқты. Окей, осы тұрғыда сен айтып тұрсың, ол кезде рэперлердің, сол кездің заманның рэперлері сол ақындар болды, ханның алдына барып өзінің уәжін дей ма, өзінің мнениесін айта алатын болды. Қорықпай айта алатын болды. Енді қазіргі кездің рэперлері қазір бара ала ма? Ондайға ма? Ондайға бара алмайды. Сондықтан мен ойымша ол кездің рэперлері болғанымен олардың статусы ерекше болған сияқты. Ол кездің рэперлері болғанымен олар батырларға теңелді да сол себепті. Батыр ғой, рэпер емес па? Жоқ, нені айтамын да, просто бит болған жоқ, домбырамен былай айта салған болған. Қазір енді заманауи тұрғыда енді рэп деген сол бір өзіміздің қазақ балаларымыз жазады ғой. Айтпақшы ана Құрманғазы, ескі заман бәрін айтып отырық қой. Жақында Адайдың несіне сөз жазған білесің ғой? Ару. Қалай ұнады ма? Ол идея менде баяғыдан жалпы жаңашылдыққа сондай қалай күшті менде баяғыда болған, мен айтып жүргем, солай болса күйге неге сөз жазса күшті ғой негізі деп ше. Мысалы қандай күйлерге? Көп қой, күшті күйлер. Балбырауынға жазуға бола ма мысалы? Мен ойымша ондай күйлер шектеулі сияқты. Қатты қаласаң болады. Но енді керек деп, прям осы бізге керек деп ойламаймын, бірақ егерде адамның сол желание сол көңіл күй болыпса неге жазбасқа. Бірақ өз басым мен жазбаймын деген. Күй ол мен үшін күй, мен қатты жүрегім етеді. Мен күй жазатын азам тебіреніп кетемін бір. Мана балықшы деп айтып жаттық қой. Балықшы деп айтып тұрған себебім, сен енді танымал болып келе жатқанда, ол кезде уже танымал болған бір рэпер болды. Балықшынікі тоже. МС Сайлаубек қой, айтып отқам. Ол рэпер деп, бірақ сен санай алмайсың ол кісіні. Жоқ, рэпер дегенде. Подражатель ма просто? Енді ұнамай жатса кесіп тастармыз. Мен баяғыда кішкентай кезінен бастап негізі ол кісі сөйтіп көшеде айтып жүретін. Жалпы білесің. Ол кезде көбісі білмейтін еді. Мен балықшының балалары былай біледі, мен құрдастарымнан білетін бар. Кішкентай мен білетті көріп қойған, кішкентай балалар оны бүйтіп подъезде видео түсіріп өтірік алда. Соның арқасында танымал. Сөйтіп жүрген кезде мен олай қорғап жүретін, мен үйтпеңдер деген сияқты ше. Жалпы өнерді. Кейін мен Алматыға кеттім, кейін Анчоун болып жүрген кезде барып, содан кейін барып ол бір жерге видео тарап кеткен ба, содан кейін естідім. Сол кезде хит болды ғой. Оған дейінгі неге айтып жүрген, ондай видеосы көп болатын. Аса қатты бірақ танымал болған жоқ. Енді рэпер дегенде балықшы рэпер өте көп болды. Бірінші аттан айта берейін ба? Без разницы. Без разницы ма? Алаш Сафоны, СС Сафоны деген мен бауырларым, ағаларым. Мен өтірік айтпай қойын. Сен рэперлерді қазір қаншалықты көп айтсаң да, мен көбін білмейтін де сияқтың өйткені. Онда рэпті тыңдауын керексің дейсің. Жоқ. Мен өзім көп рэпке жақын болған жоқпын, мысалы. Мектеп кезінде, студенттік кезде көп рэп тыңдаған жоқпын. Мысалы, сенің ескі видеоларыңды қараймын ғой, 2013-14-тегі бір ескі видеоларын тауып алдым, вообще левый бір аккаунттардан салынған, жайықтың бойында кәдімгідей балалар болып рэп айтып жүрсің. Сол айтамын да, бұрыннан бері сен рэппен кәдімгідей ауырған сияқтысың да, дұрыс жағынан. Сол. Жалпы қашаннан бері айналысасың? Рэппен көп болды ма? 20 жылдай болды ма? 2006-тан бері болады. Басында мен текст жазып жүретін, бірақ андай менде возможность болған жоқ та, компьютер жоқ, студия жоқ. Мен қалай студиямен, қалай ана музыкаға бит дауыс қалай жазады деп мен ойыма қонбайтын. Білмеймін ғой, интернет жоқ ол кезде андай. Бәріміз адамбыз кішкене деп па. Сосын компьютер алып интернет болғаннан кейін іздеп қарап сөйтсе болады екен. Наушникпен мысалы бастап жаздық та, біз наушник микрофонмен. FL студиямен ба? Ең басында Cool Edit Pro деген. Cool Edit Pro деген да. Кейін Cubase, FL Studio. Потом мен қазір Logicпен жазамын. Біраз программалармен жұмыс жасап саламын. Әлі де үйрену үстіндемін. Әлі де сол саланы зерттеу үстіндемін, яғни микс мастер деген күшті бір зат бар да, яғни өзің өңдейсің, яғни толықтай тректі бітіресің деген сияқты. Сол мастер-класстар қарап, адамдардан үйреніп, достарымен ақылдасып тұрамыз. Яғни неше түрлі қазір плагиндар шығып жатыр, өте керемет.
мен негізі сол нені қатты сонымен ауырамын, мен микрофонмен ауырамын, ала беремін, ақшам болса бүткіл могу тек зат сатып алып тамақ алмай ашып отыруға деп ең қымбат микрофонды алып қойып тамақ жемей отыра аламын мен мысалы. Өйткені білмеймін, сол кішкентайынан солай қатты қуғам сол нәрсені, қатты қызыққам. Енді мен ол өзім жұмысым болғандықтан енді профессионалдық тұрғыда сапалы жазғым келеді, сапалы бергім келеді. Сол себептен бәрі сіздер үшін ағайын кең. Сондықтан AZ-дің жеке YouTube арнасына жазылыңыздар, жаңадан шыққан әндеріне лайк басып комментарий тассаңыздар. Тек қана смайликтермен емес, сондай әріптермен жазыңыздар, өйткені әріптермен жазылған комментарий видеоның рекке шығуына әсер етеді. Бәсе, маған сөйтіп жатады, смайликпен жазыңдар деп аузында. Мен көрдім сол комментті. Мен түсінбейсің, не үшін өйтіп жазады смайликпен жазыңдар деп. Сөйтсем ма? Ана соңғы шыққан тректің аты қалай еді? Соның астынан мен байқадым осы комментті. Соңғы шыққан мен трегім қандай болды? Маралым деген шығар. Маралымның астында. Бірақ ол мен неге салмадым әлі. iTunes, Spotify-лар шыққан жоқ, тек YouTube каналыма салып жіберген ғой. YouTube каналдан алыстамай тұрып, достар, кішігірім былай қосылып кетейін менде. Біздің ема подкаст YouTube арнамызға жазылыңыздар, подписаться деген кнопканы басыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар, және жаңадан шыққан видеоларға міндетті түрде лүпілдеріңізді аямай басып, комментарийларыңызды тастауға ұмытпаңыздар. Сондай-ақ ұмытып кетіңіздер. Комментарийлар тастамаңыздар, лайк баспаңыздар. Просто өтіп кетіңіздер десем. Қойшы, ондай антиреклама керек емес. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді бауырым дейді. Сондай-ақ менің жеке Instagram парақшама, сондай-ақ AZ-дің жеке Instagram парақшаларына жазылыңыздар. Маған тіркеліңіздер, бұл баға тіркелмеңдер. Әзілмен, бірақ шын сол. Күшті бірден айтайын деп отырмын, есім шығып кешір бауырым, сөзің аузында. Сол, енді сен балықшыдан боласың, қазір Алматыда жүрсің. Кезінде Алматыға барғанда тікелей Атыраудан Алматыға бардың ба, әлде оған дейін бір осы жақта дамитын, өсетін басқа бір площадкалар болды ма? Қалай болды? Сен Атыраудан көтерілуге бірден мүмкіндік болды ма осы жақта жүргенде? Ең басында, мысалға. Мүмкіндік болды ма дейсің ба? Енді Атырауда концерттер жасап жүрді. Өзіміз істеп жүрдік қой, оның бәрін профессионал тұрғыда емес. Мен Алматыға барып қой, яғни кәдімгідей көрдім қалай жұмыс жасау керек екен, негізінде қалай болу керек екен бәрін. Яғни Атырауда музыканттарға жалпы әншілерге жай ғана Атырауда қиындау да. Тренировка болды деп ойлайды, кішкене былай сөйтіп жағасың. Ана Атырауда жүріп сендердің бір түсірген видеоларың бар сондай-ақ. Асхат Жалғабай. Таста құрсы ұятына, оны ешкім көрмесін. Сол, ол кезде енді Асхат Жалғабай туралы сұрағым келгені, сендер қателеспесем ең басында 91-ға іріктеуге бірге тапсырғансыңдар, солай ма? Әлде ол жалған ақпарат? 91-ға іріктеуге емес, K-Top Idols деген сондай не болды. Яғни 91 құрылмас бұрын, оның алдында превью сияқты бір алдын ала бір. Атыраудан екіміз кеттік. Басқа ешкім барған жоқ Атыраудан, тек екеуің. Сонда мен былай істедім, білмеймін, скорее всего өсекте шығар ол, білмеймін бар ғой. Негізі Асхат Жалғабай барғысы келген, сені қасына ертіп алған, онымен Асхат Жалғабай өзі өте алмай қалды, сенің жолың болып кетті, содан кейін қазір екеуі көп араласпайды дейді. Қаншалықты бұл өсек рас? Кеше ғана үйінде болдым Асхаттың үйінде. Болды ғой ондай, шештің. Ол мен өзім бауырым, ол қатты жақсы көретін бауырым. Екең бірге өстіңдер. Аузын ашса жүрегі көрінетін бала, сондай тәртіпті, мәдениетті жақсы бала. Ол туралы жаман сөздер айтпасын, бастарың жол боламын деп. Оның звукозаписывающий студиясы бар. Иә, өзінің студиясы. Осипенко ма, Чехов жақта тұрады да, қателеспесем. Мен бір рет болғам, просто бір рет записывал. Болғансың ба? Әлі бар ол, әлі бар. Қазір баласы бар, семьясы бар, өте керемет. Қазір бір өнерден шамалы алыстап кетті. Жоқ, маған өлеңдерін тыңдатқан. Жаңадан жазым, мен шығарым келіп жатыр деп мен тыңдадым. Өте керемет, мен айттым, шығар бауырым. 2-3 клипі Гаккуге шыққан сияқты ма? Телефон нет? Екеуің бірге айтқан трек. Телефон бірдеңе деген бар. Алло, сосын сондай 2-3 трек шыққан, керемет. Енді бұл жерде айтып жатқан себебім, өйткені бізде Атырауда көп өнер майталмандары бар. Өкінішке орай көтере алмай жүр, шыға алмай жүр. Үлкен площадкаларға жоқ, көтерме енді әркімнің бағы әрқалай ғой, әркім тағдыры әртүрлі. Енді ондай жаңадан бастап келе жатқан өнер жолындағы жас жігіт қыздарға қандай кеңес берер едің? Сен енді қазір бүткіл Қазақстан таниды. Қазір мына подкастың шыққаннан кейін бүткіл Қазақстан таниды. Иә, мен кәдімгідей бар ғой.
Мен кәдімгідей сендім мына подкаст шыққаннан кейін тек қана атыраулық емес, сондай Қазақстанның көптеген өңірлерінен адамдар қарайды деп. Себебі сені көп адам күтіп жүр, қашан осы AZ бұрындағыдай қалпына қайтып келеді. Бұрындай қалпы дейтін қандай қалпы ол? Бәрі біледі, бәрін елдің аузындасың. Айттамайын десе. Концерттерің болар мүмкін алдағы уақытта. Әрине, да. Мен осы 2025-те мен бір қайғылы бір жағдайымды айтып берейін саған. Не үшін мен осындай арналарда жоғалып кеттім дегеннің, менің макбугым болған, сол жұмыс жасайтын макбугым бар ғой, ішінің проекттің бәрі сонда сол жанып кетті. Ішіндегі мен қаншама еңбегім, қаншама өлеңім ішінде қалып қалды да күйіп кетті. Қанша өлең? 70-80 жақты өлең. Өзің шығардың, ешкімнің көмегінсіз. Әрине. Жалпы өлеңдерді өзің шығарасың, композитор? Жоқ. Орда тоғында Ерот Бейділхан жазып береді. Бәсе А деп қой. Сен айта берсең мен сене беремін. Енді солай көр. Сол ішінде бірақ ол менің сағымды немді сындырған жоқ. Керісінше андай жынанып кеттім, ничего себе, қалай деп бүйтіп. Микрофон заказ беріп қойдым. Өзімнің сүйікті алғым келіп жүрген микрофонымды осы бұйырса Атырауға келеді. Тағы да осы аппараттарын бүйтіп жинап, соны жаңадан бастайын деп жатырмын. Бірақ ойымда бар, қандай музыка жазған. Соңғы бір 4-5 музыка жазған, сол ғана есімде емес, қалған музыкалар менің демосы бар. Осы жайлап бүйтіп мен бұйырса бастаймын. Осы 2025-те жақсы тректермен келемін деген үміттемін. Күтіңіздер, бірге болыңыздар. Және де бағана айтпақшы, концерт демекші, концерт істеген көз жүрмін. Бірінші Қазақстан бойынша? Қазақстан бойынша дегенде. Бірінші Алматыда, өткен менде статистика бойынша ең көп тыңдарманым Алматыда екен, екінші Астана, үшінші Шымкентте, сосын Атырау. Осы 4 қалада алдымен концерт. Атырау, Ақтау, Ақтөбе. Деп сондай бір өзім нем бар. Дайындық басталды ма концертке? Жоқ, дайындық ондай тек қана соны қалайым, соны істегім келіп тұр. Бірақ енді қалай болады екен, енді алда уақытта көре жатармыз. Мен білуімше қазір сенде продюсер жоқ, директор жоқ, менеджер жоқ. Өзіңсің. Өзім тастап кетті бәрі деп ойлаймын. Бірақ қазір мына подкастқа түсуге, мына неге съемкаге деймін да, қасында группа поддержка кәдімгі көп адам жиналды, соларға қол шапалақтап қояйыншы. Олар деген баскесерлер ғой деп ойлаймын. Достарың. Тек қана сол жақындармен күшті өмірім вообще соңғы кезде өзіме қатты ұнап жүр. Осындай вайб саған ұнайды да. Өзімен өзің еркін. Жақсы, жақындармен шынайы әңгіме, шынайы көңіл деген сияқты ғой. Просто бұған дейінде болған сұхбаттарына саған андай сұрақтар қойылғанда, типа продюсерсіз әнші жүре берсе, ол жүре беруі мүмкін. Продюсер болса, кішкене оны қамшылап тұрады, кішкене итермелеп тұрады, шабыттандырып тұрады, жаңа идеялар беріп тұрады. Сен сондай оймен вроде келіспеген сияқтысың, мен білуімше. Әлде ойың өзгерді ма одан кейін? Сол бұрынғыша. Бүткіл әлем солай жұмыс жасайды. Мен емес ойлап тапқан. Өзің көңіл кейін бәрі керемет болып тұр, өзің бір сондай мүмкін көңіл кейін жоқ болып өлең жазасың ба, бар болып жазасың ба. Автор өзі жазады ғой, жазатын уақытында жазады, шығаратын уақытында шығарады. Әрине, мүмкін бір жағынан ыңғайлы продюсермен де жұмыс жасаған, яғни көп бір бас жақсы, екі бас одан да жақсы деген сияқты ғой. Саған жалпы ұсыныстар келді ма? Продюсер болу жағынан жоқ, ондай ұсыныс. Ешкім дұқ тұрмады деп па. Мінезің бар ма? Мінезім жоқ вообще. Точно ма? Мінезім бар деп айтқан сияқтысың. Кешірім сұраймын, жоқ дейсің ғой. Мінез дегенде мен негізінде өте жұмсақпын. Және де қаттандай агрессияға қазір берілмеймін деп па. Бұрында жас кезімде енді болды ондай. Өтіп кеттік одан. Сен көп андай подкасттарға, сұхбаттарға көп келісе бермейсің. Біздің подкастқа келу себебің не? Біріншіден Атыраудамын, өз жерімде, өзім бауырларым. Және де бір осындай бір не керек болды. Бір-екі жерге барып, бір әңгімемді айтып кету керек болды да. Басқа подкаст студиялар шақырған жоқ па? Замандас, дөпсөз. Замандас, дөпсөз жоқ, шақырған жоқ. Негізі шақырулар керек. Шақырулар керек. Өйткені олардың саған қоятын сұрақтар көп болатын сияқты. Өйткені өздері де өнер саласында жүрген жігіттер ғой. Замандас па? Замандасты айтамын.
Кана, Ержан естіп жатсаңдар, Эзиді шақырыңдаршы, пожалуйста, подкастқа. Қойып. Шақырмай қойсын. Мен керемет, маған негізі көп ондай негізі ұнай бермейді. Ұнай бермейді дегенде, шын айтайын андай. Айтпай қойыншы, жақсы ренжіп қалып жүрмеш. Маған қазір өлең жазым көжір, қатты шын айтайын. Өлең жазым көжір, клип түсірім көжір, концерт жасағым көжір, өзім салам істегім көжір. Жоқ, ол онысымен ғой, бірақ та саған бір площадкалар керек қой. Иә, керек. Барып, өзің медийностьны көтеретін, солай емес па? Ондай жерге енді шақырмайды, өйткені менде мүмкін бәлкім хит жоқ, бәлкім трендте емесмін деген сияқты. Құдай қаласа бұйырсын хиттер. Иә. Сол осы подкаст, сен соңғы шыққан площадкаң кәдімгідей толыққанды сөйлескен сол Аман Тасыған болған, 2023-те шықтың, қателеспесем. 2021-де бір нумерологқа бардың. Сонымен болған сияқты. Сонымен. Қарабал. Қорқамаңдар. Бәрі осындай кезде жазып кететінесіз бәрі. Сосын телевиденияға берген сұхбаттарың болды. Енді бәрін қосқанда бір әр кетсе сен 3-4 жерге сұхбат берген сияқтысың. Соған қарағанда сен андай кішкене болады ғой. Аудиториядан кішкене алыстап жүріп, өзіңді андай тайны не істеп болады ғой. Қалай түсіндірсем болады, кішкене өзіңді әдейі жағы ұстап жүресің, бір кезде бір жерге шығасың. Ол мен бақытты болып жүрмін деген сөз ғой. Бақытты болсаң, демек көп сұхбатқа бармай қоюға болады деген сөз ба? Бақытты болсаң ба? Иә. Бақытты болсаң сен не да сұхбат ғой. Не да сұхбат. Не да сұхбат. Күшті үйде балалар көп, балалармен ойнаймын жаңағыдай. Өзінің әңгімесін айтып кеткен дейді. Сол, мен шыны керек, қатты сағынып жүрмін, сол өлең жазым көжер, сол бір ана нені. Микрофон күтіп атым, короче. Микрофон күтіп атым. Айтпаймын қандай микрофон екен, бірақ күтіп атым өзім. Мына соңғы нелеріңді, әндеріңді тыңдап шықтым ютубтағы. Жалпы қаралым жаман емес, жақсы жиналып жатыр. Прокруткаға бермей-ақ былай өздері кетіп жатқан сияқты, сол бұрынғы Иглстардың да фанаттары әлі сен тыңдайтын да шығар бөлек. Соларға рахмет көп. Одан бөлек, сенде өзің каналында 2 мықты фит болды шығарған. Біреу Айқын, екіншісі Зируза, екеуі де миллион қаралымнан асты. Қойшы? Закпен шығатын. Закпен шығады. Сол Зак демекші, сен инстаграмда Закпен суретке түскен суретің бар. Ой, бір постың бар суретке түскен. Суретке түскен. Мен қобалжып отырмын дейсі. Ойнайды. Қобалжыма көп алжып. Қобалжып көп алжыма. Сол Закпен түскен суретің бір нәрсені білдіре ма? Ештеңе білмейді. Тек жай фит па, әлде? Именно мен ол суретті жай ғана бүйтіп салғам. Әлі дейін демек топпен араласып тұрасың. Былай сөйлесесіңдер. Ал Зактан басқа фиттерің болмай ма? Енді Айқынмен болды, Зирузамен болды, мүмкін енді бұл Q-поптан бөлек басқа эстраданың жұлдыздарымен фиттарың көзделген жоқ па? Эстрадамен ба? Эстрадамен білмеймін. Мүмкін андеграундтағы рэперлермен мүмкін боқ балар. Андеграундта рэперлер, мықты рэперлер бар ма? Танымалдылық жетіспей жүрген? Бар негіз. Бар да. Вот мен, к сожалению, тыңдамайым бар ғой. Онда мен де білмейтін шығармын да, қазір біреу қойып алып жүр бар ғой. Қойып алып жүрді, бүйтіп жестко рэп оқып батыр па еді. Бірақ ешкім білмейді, ол өзі естейді, жаңағы үйіне айта алмайды, короче. Үйіне айтса, мен Алматыға рэпер боламын десе, барман, қойды бақты бар, жүр дейді оған, короче. Сөйтіп жүрген сияқты бір сағын бұзып жүр деп ба балдардың. Зирузамен фитің болды, бірақ та Зирузамен жай ғана доссыңдар. Енді ол жағын Зирузамен фит емес тек қана итім бар еше деп. Не ғой? Зирузамен әлі де менде күшті өлеңдер бар. Жазып қойған. Кеше шығады. Ертең емес. Бір айдың төңірегінде шығады. Дейінші да. Өз каналында жариялайсың ба, әлде басқа каналдарға? Өз каналымды жариялаймын да, өйткені оның атақтылығымен пайдаланып қалуым керек қой деп. Өйткені Зирузада канал жоқ екен, өзіме салам. Бұл жай ғана бір творческий сондай союз да? Шығармашылық, ортақ, жұп. Ешқандай ничего лишнего такого там да? Что такое лишнего дейді? Ничего личного дедім. Шы деп есіліп кетті. Окей, хорошо. Это лишний деп бар. Это лишний еще. Окей. Окей. Бізде енді подкастымыз аты ЕМА подкаст қой. Жақында деймін да. Андай бір рилс көріп қалам. Рилс көріп қалам дегенде маған інім, ауылдағы інім видео жібереді. Братан, жобаны жабамыз дейді.
сөйтсе маған бір ұстаздың есімін жазып алдым өзіме, Ерлан Ақатай деген ұстаз екен. Қазір барлық жерде ема деп айтып кетті дейді да. Мұны б-ға айналдыра салсаң бітті, енді басқа мағынаға ауысып кетеді ғой дейді да. Мен өзім сторисіме шығарам, осылай ол ема деген негізі орыс тілінен кірген сөз ғой. Ана б-сы бар неден емес, йо-майо дегеннен қалып қалған, таңғалудың ема деп. Бұндай сленгтер негізі қазақ тілінде көп кіріп кетті бар ғой сондай. Сендер өздерінің рэптерінде де көп қолданасыздар ондай сленг. Одан қалды тағыма отыр, құрттың ғой деген сияқты. Сондай хейттар әлі күнге дейін болып тұра ма? Хейттар? Хейт, именно хейт. Жамандап, кәдімгідей неге оны қолданасың, анау. Енді жеке өзіме жазғандарда болды, мысалы ема подкаст деп шыға, неге батыс подкаст, неге атырау подкаст деп ашпадың деп. Мен үшін подкасттың атауы өте ыңғайлы болу керек, оңай болу керек. Звучающий ма қандай? Есте қалып қалар ұрандай. Сленг қой қазір ема деген сленг. Тек бізде емес, ол Қазақстан бойынша көп жерде айтылатын сияқты. Мысалы қазір ағылшынша үйреніп жатырмыз. Мысалы ояқта басының адамдар сленгпен сөйлейді да андай. Біз ояққа түсінбей тұру мүмкінбіз. Біз андай кітапша оқышақ. Өздерінің тілдері бар, сөздерін жеп айтады. Кокни деген акцент деген сияқты да. Это сленг жақсы. Сленг дамыту керек. Жақында сен шоуға қатыстың, Жұлдызды жұп деген Индира Елемеспен. Не істедіңдер? Жеңдіңдер ме, жеңген жоқсыздар? Мен до конца қараған жоқпын. Мен де қарамағам. В общем, біз жеңбедік. Жеңбедіңдер. Қазақстан телеарнасында Индира мен ана комменттерін ашам ғой, ё-май, кәдімгідей бар ғой, күшті өтіп сені мақтап жазып жүрген ғой. Шынымен де біздің меніңше қазақ тілді аудитория сенің кәдімгідей жеке жаңа альбомыңды, я фит болсын, я жаңа клип болсын, жаңа гастрольдік тур болсын, сондай бір нәрсені күтіп жүрген сияқты. Бұл менің ғана айтып отқан нәрсем емес, мен басқа адамдардың, кісілердің комменттерін қазір перефразировать етіп отырмын да. Сен ойынша қалай бұл жұлдызды жұп, действительно жұлдызды жұп бола алды ма? Өз-өзін толыққанды көрсете алды ма? Сенің партияларың керемет шығып тұр. Индира Елеместі енді мен көп тани бермеймін. Ана жерде сенің айтқан партияларында мынандай енді флоу дей ма не дейді, кәдімгідей керемет шығады. Орданың бір әнін айттыңдар. Өзіңе ұнады ма ондай? Жалпы ондай шоулар ұнай ма? Одан бөлек сен маскаға қатыстың, қонақ болып келді. Негізі әлсін сен шақырып тұратын сияқты. Әлсін былай тип-текіз деп шақырып тұрады арасында, иә. Арасында сондай бір әртіс болып кететін бар енді. Сұрақ қандай болды деп па? Сол жұлдызды жұп. Жалпы сондай шоулар, маскаға бардың, жұлдызды жұпқа бардың, тағы да қандай шоуларға бардың біле білмеймін, бірақ енді осы екі шоуды білем. Жалпы сондай жерлерге барған, көрінген, енді бұл жай медийность үшін ғана ма? Иә, сол үшін ғана ғой. Ояқта да сол әртістердің еңбегін ештеңесін бермейді екен. Соған ойланып қалдым, әлемге үшін. Жоқ, күте тұр, сен сонда сөзіңді бөлгеніңе айып етпе. Сен жұлдызды жұпта кем дегенде 5-6 шығарылымға қатыстың. Саған ештеңе төлеген жоқ. Қалай ол сонда? Бүткіл әртіске солай төлеген жоқ деп. Ол өткен сол бір адамдар деген сияқты ғой. Әлі өзгермеген, баяғыша бір адамдар қалып қалған. Жоқ, мен андай басыма миыма кіріп шықпайды, не укладывается дейді ондай. Қалай ол? Ан жерде бір неше 10 шақты жұп болды ма бас жағында? 12 жұп па? Қанша жұп болды? 24 әртіс. Бірде-біреуіне ештеңе төленген жоқ. Танымалдылығы жоғары қай-қайсысында. Қалай ол сонда? Солай екен. Бұл Қазақстан бро деп. Не ол? Мен көп нәрсе білмейді екенмін. Тексеру керек. Тез істеу керек? Тексеру керек. Не ол ана? Қалай айтсам болады енді. Негізі олай болмау керек қой. Ана негізі әр адам режиссерінен бастап қаншама адам жүріп, бәрі өзіңіз алып отыр негізі. Бәрі алып отыр. Тамақ беретін адамға шейін бәрі өзінің жалақысын алып отыр да. Бірақ әртістердің каналдарын алып қала ма екен білмеймін, бөлінбей ма, мен білмеймін. Әртістерге бірақ бөлінеді деп ойлаймын. Ең көбісі әртістерге бөлінетін шығар арасында. Өйткені сол шоуды жасайтында, өлеңді айтатын, сахнаға шығатын да сол әртістер ғой. Съемка Алматыда болды. Астанада. Бірақ сөйтіп бөлінбейді. Жоқ, сен Астанада тұрмайсың. Маған ұсыныс түсті. Және де маған осы Индира ханым жолдасы маған бір Алматыда қатты қиналып жүргенде көмектесіп жүрген болатын. Яғни студия жағынан.
сол кісілерден ұсыныс түсті, мен бірден қабылдай салдым. Мен өзімде де бүйтіп жоқ болып бүйтіп кішкене депрессия жүр едім Алматыда. Бір қызық болсын деп барып қайтайын деп. Сол бір өлең ғой деп. Бірақ ол да қиын екен, кәдімгідей біреудің өлеңін айту деген. Яғни айтқың келіп тұрған өлеңді бересің, бұл өлеңді айтуға болмайды, өйткені бұл өлең танымал емес дей салды бізге. Мысалы мен басқаша негізі өлеңдер айтқым келген, яғни бұл өлең хит болу керек, что рейтинг болу үшін деп, рейтинг деп тұр ғой бәрі. Сен Астанаға барғанда хотя бы сен арендаңды төледі ма? Далада қондым мен, подъезде деп тұрған дейді. Бір пакетпен келдім деп па Астана Алматыдан? Қатты қиналдым. Ол болды, қалғандары бәрі болды. Түсінікті. Ерболат ағамен отношениең қалай, жақсы ма? Әлі араласып тұрасыңдар ғой? Араласып тұрасыңдар ма? Күнде бүйтіп араласпаймыз. Жоқ, енді нет көріп қалсаң әрине де күшті, бәрі керемет. Өйткені опять-таки андай не ғой? Өсектер ғой? Ойбай, 91-нан кетті Эйзи, Ерболат ағаның артық сөйлегені болды ма, тағы да басқа. Қазір олар араласпауы да мүмкін деп. Мен енді өзім өз құлағыммен естімегенше, мен ондай көп нәрсеге сене бермеймін. Сондықтан қазір сенімен осы тұрғыда сұрағым келіп тұрғаны ғой. Енді Ерболат ағамен мүмкін алдағы уақытта басқа жобаларың болып қалар, немесе болмайды ма енді ешқандай жоба? Маған Ерболат ағаның мысалы ана жобасы ұнап жүр. Орта деген. Орта? Орданың әндерін рок стилінде орындайтын. Ондай проекттерге сен қайтадан шақырып бастаған жоқ па? Мысалы, қайтадан дегенде 91-ға сен іліктің, шығып кеттің, мүмкін қайтып сенімен бір еңбек жолында бірігіп еңбектенгісі келетін шығар. Шығармашылық дегендей. Әлде айтқың келмей ма? Жыласың. Қуатты. Не? Ұсыныс болса, егерде маған келіп тұрса, яғни өзімнің саламда болса, әрине болады жұмыс жасауға. Биыл 91-ға 10 жыл құрылғаны, дұрыс па? 10 жылда қайтып толық құраммен шығатын ешқандай жоспар жоқ па? Бар ма жоқ па? Айтпол. Негізі күшті болар еді негізі. Оны түсініп тұрмын мен, негізі жақсы болады. Негізі солай істеу керек еді негізі. Бірақ ол бола ма, болмай ма белгісіз да. Сөйлесу керек оны. Енді ол үлкен шоу, үлкен жұмыс, үлкен ақша болғаннан кейін оны ақылдасу керек. Оны тек мен шешпеймін ғой. Иә. Мен өз басым негізі ашықпын, дайынмын. Яғни Эйзи, Азамат Зикаев қайтадан негізі былай ойлап қарасаң, үлкен стадионға даже андай болады да, қазір еще балдар сольный жасап жатыр. Яғни бұрынғы 91 тректер шығып, потом бір-бірлеп сольный шығып, жаңа 91 өздері шығып, мен тип сольный шығып, кейінгі тағы новый 91 болып. Сондай үлкен шоу қызықты, андай бір Қазақстанда бәлкім болмаған деп та, сондай бір үлкен бір масштабный концерт жасауға болады. Қолымызда негізі келеді ғой, бірақ неге жасамаймыз деп. Оны енді ақылдасу керек, сөйлесу керек оны. Қазір жігіттер өз-өздеріне продюсер. Солай ғой, яғни келіссең, сен бұрындағыдай Ерболат ағамен емес, сол Закпен, сол 4 жігітпен сен қайтып келісіп ақылдасуың керексің. Яғни бұл қолжетімді нәрсе. Яғни Эйзи қайтадан 91-ға мүмкін келіп қалар. Заголовок қандай дешті? Ол не емес, қалай айтсам болады, ол біздің қалауымыз шынымен де. Өйткені толық құрамда қайтадан сол бұрынғы 91-ды көргіміз келеді. Деп кезіндегі хейтер айттыр дейсің. Ең басында жастқа хейтер болдым. Осы жерде айта салайыншы. Мен ең басында 91-ның хейтері болдым. Именно саған жыным келді дейсің. Сосын әзіл. Содан 2018-19-дарда ма бір андай жаңа тректерін шыға бастады. Кәдімгідей мағынасы көп, бұрынғыларына қарағанда кішкене стилі өзгеше. Сосын былай қазақша, өзіміздің өнім, былай айтқанда шынымен де қазақстанда өнім ғой. Егер сіздер болмасаңыздар, ол сырттағы басқа группалар тыңдайтын еді. Сендердің арқаларында керісінше ішкі өнімді қолданып бастады. Оның үстіне сырттағы
көрермендер, сырт елдегі көрермендер сіздерді тыңдай бастады. Сондықтан мен былай ойланып келдім де, бұл негізі 91 кәдімгідей революционный бір ход жасап отыр ғой дедім да. Неге біз хейт ете береміз, неге біз жек көре береміз? Өзіміздің жігіттер, қарапайым қазақтың жігіттері қазақша сөйлейді. Жаман қылықтар жасап жүрген жоқ. Енді бір-екі аспекттеріңіз үшін кезінде жек көрген шығар, бірақ та кейінгі тректеріңіз кәдімгідей жарып шықты. 2020-ға дейін бірақ. 2020-да тамыз айы топтан кетесің, кейін 2-3 айдан кейін ойнамақ қошағат, сеньорита, Ирина Қайратовнамен фит, содан кейін мен ойша топ өше бастаған сияқты. Өкінішке орай. Бірақ біз оны күткен жоқпыз. Ешкім өшкен жоқ. Да. Ешкім өшкен жоқ дейміз. Өшпейді ешкім. Қой, ондай жоқ. Құрсын бәрі керемет, негізі жақсы туындылар шығып жатыр ғой. Яғни сенің кетуің топтың қаралымның азаюына ешқандай әсер еткен жоқ. Жоқ. Сен болсаң да сондай қаралым бола беретін. Көп болар еді деп ойнап айтам. Не? Жақсы тректер, жақсы. Бірақ бәрі бірдеңе жетпейді деп қойып тұрсам. Всегда солай ғой. Андай идеальный бейт, ойбай міне мынау әлемде ең керемет трек деп саған ешкім әкеп бере алмайды. Күніне қанша трек шығатынын білесің бе сен өзі әлемде? 1000 шақты трек шығатын шығар. Жоқ, одан көп. Айтпаймын бірақ дейсің. Секундына бәлкім да. Секундына бір трек шығып тұра ма? Шығып жатады әлемде, қаншама трек шығады. Қазір шығып жатыр. Біреудің ойына бір идея келді деп, студияда жазып жатыр деп. Асқат Жалабайдың студиясында біреу жазып жатыр. Асқаттың өзі жазып жатыр дейсің. Асқаттың өзі жазып жатыр. Не, керемет туындылар. Бірақ андай не жоқ қой, потолок деген жоқ қой. Асып та дами беруге болады, одан да күшті қылып жазуға да болады. Еңбек ету керек. Және де болашақта 91 тректері мен 100% сендім, сол өте керемет болатына. Мен балдарға сенем. Біз де сенеміз. Өте талантты балдар, өте жақсы балдар, өзім бауырларым ғой. Кейде қат сағынып кетемін сөйтіп. Бірақ бұл өмір деп па. Бақытты болыңдар, балалардың қызықтарын көріңдер. Әумин. Осы Juice Entertainment қазір әлі де бар ма? Существует, нет? Вообще жұмыс істеп жатыр ма олар? Ең үлкен проекттер 91 болды, онымен 91 кетті. Бар ғой, Ербат аға жатпайды деп па. Красавчик қой. Қанша да мысалы, жазып білесің ба? Қанша баласы бар деген сияқты. Бірақ әрінгі шейін әйтеуір бір нәрсе істеп жатады, бір топ құрып жатады әйтеуір. Ананы істеп жатады. Бірақ қыздардың бенді болып еді ғой, ол да Juice Entertainment-тің астынан ашылды ғой, қателеспесем. Бенд дейсің ба? Бенд. Прям қыздардан құралған бенд ба? Girls Band болды. Олар да Juice Entertainment-тікі. Иә. Сосын Ерболат ағаның інісінің ашқан бөлек Entertainment болды, ояқтан Black Dial шықты. Баяғыда ғой. Баяғыда. Енді мен айтқым келіп отқан қазір сол Juice Entertainment вообще бар ма? Бар. Естімейміз просто бар ғой. Бұрын кезінде жақсы. Ербаттан сұрақ көрейінші. Ербаттан жүрсің ғой Juice Entertainment бар ма десең. Жоқ дейтін сияқты. Бар ғой, бар шығар. Ербат ағаның сол Ербат аға Juice Entertainment ғой. Оның өзі тұрған Juice Entertainment. Аман болсын, бар болсын Ербат аға. Енді жасыңыз ұзақ болсын. Сенің бөлек лейблің ашылды. Шам да, қателеспесең. Ол лейбл қазір бар ма? Шам лейбл дегенде қалай? Ол ішінен бір артистер сол лейбл арқылы. Ойладым да, бірақ ешкім жоқ артистер. Түнгі студияға барғанда, Зируза екеуіңіз барғанда. Сол Зируза бар. Зируза екеуіңіз барғанда, сен айтқансың, сен барсың, Зируза бар, Шамда. Үшінші әртіс Калифорния бар деді. Ол баяғыда да сөйтіп айтты да. Айтты, бірақ Шамның астынан ешқандай еңбектерін көрмеген сияқты. Бір-екі трек жазды, ол өтіріп тастады ол трек. Ол шықпайды ол. Қазір Калифорниямен араласып тұрасыңдар. Яғни оның Шамнан кетіп қалуы. Ол кетіп қалды деген ондай даже. Просто ол жай ғана бір әңгіме болып қалды. Нормально, бәрі жақсы. Әркім өзінше істейді ғой. Әлі де пікірлерді оқисың ба сен? Инстаграмнан, ютубтан. Көп пікірлерге мән бересің. Ондай пікірде жоқ, шыны керек. Саған пікірлер маңызды ма негізі? Өте күшті сұрақ. Өте ауыр. Өйткені мынаған жауап бар өйткені. 2016 жылғы деректі фильм шығады 91 туралы. Сен сонда айтқансың, маған пікірлер маңызды деп. Соны сұрайын деген қазір арада тоғыз жыл өтті. Маңызды дегенде, иә, білгің келеді ғой.
яғни андай жақсы пікірлер жазып егер деп ұнатып жатса мысалы бір музыка шығарамын бәрі соны ұнатып соны түсініп яғни бір толқынға ілесіп вау деп таңғалып жатса бір еңбегің жемісі сияқты ғой вау деп қаласың даже тым ол ақша әкелмесе де күшті бір андай әйтеуір бәріне ұнамасам да әйтеуір бір-екі адам ұнадым ғой деген сияқты сондай пікірлерін тыңдап жүрдің адамдардың иә бірақ андай жаман ішіңнен пікір өткізесің жазатындар да болады иә бәрін қабылдаймын ол сенің қалай психика демейді сенің ішкі күйіңе әсер етті ма сен өзің айтып отырсың ғой депрессияға көп түсесің да сондай стрессовый ететін кездер көп болады емес болды иә жасырмаймын болды бірақ мүмкін сен пікірлерге кішкене аздау көңіл бөлуің керек шығар деген сияқты одан емес па былай бүйтіп оқып отырамын ондай емес вообще оқымаймын просто көріп қаламын деп көзім көріп қала береді көзім көріп қалады не әлеуметтік желілерде көп бірақ маған тимейді екен ондай кейбір адамдарға секілді маған пікір тимейді екен әлеуметтік желілерде көп отырасың өзің да инстаграмды көп жүргізбейтін сияқтысың сторис көп салмайсың сен атырауға келген кезде сенің апаңның әдеби тілмен айтқанда әпкеңнің статусынан стористардан көріп тұрамыз қайда барып жүргендерін не істеп жүргендерін сол әлі салып жүр ма айтып салма деп сала береді сол зульфоктың статусы аман болсын әйел адам кем дегенде 2 сторис салу керек деп бізде жүрік қой күніне 5-6 сторис саламыз алда тұрған ештеңе жоқ иә әзіл ғой иә негізі просто сен инстаграмда подписчик көп екен подписчикті ұстап тұру керек кішкене сторис шығарып ұстап тұру керек реакция жинап мен қазір сторис бірдеңе салсам бәрі мені отписывать етеді неге оған бір сторис салсам бір 1000 адам отписывать етеді қайтадан бірдеңе салсам қайтадан отписывать етеді бірақ салмай қалсам қайтадан подписывать етеді сосын салмай жүрмін деп па ойнайды салатын ештеңем жоқ мен андай адам емес екенмін андай адам емес екенмін ашық бүйтіп әр нәрсені бүйтіп көрсетіп жүретін ше мен сол бір сәттің адамы екенмін да мысалы кішкентай бір бақытты кез бар мысалы балалар жүгіріп деп ойнап кетемін бірақ түсірмеймін да сол негізі күшті контент негізі оның бәрі өмірім негізі бәрі күшті контент болып отыр қазір бірақ ол түсірілмей жатыр да маған бәлкім андай бір 4-5 адам керек па түсіріп жүретін өмірімді мен өмір сүремін деген сияқты ше бірақ ол андай болып кетеді ғой не дейді андай слишком ашық өзіңді көп жариялайсың иә өзің жеке территорияңа жеке пространствоңа адамдардың көздері түсіп жатыр дейсің ғой сол қазір өнермен тек қана өнер істегім келеді өнер және шығарғым келеді сол өнермен шыққым келеді мен былай сторисқа шыққан ұнамайды бәріне сәлем менде жаңа әуен шықты деп шығу ұнайды деп па осында тыңдаңыздар бағасын беріңіздер деген сияқты нәрсе ұнап жүр соңғы кезде қазір көп қиындық болып кетті сол компьютерім қалай бұзылып кетті кәдімгі андай ештеңе істей алмай қалдым қазір компьютер бар ма жоқ еще оны ондай алмай жүр әлі алматыда ондай алмады атыраудан да ондай алмады ондап бересің ба дейді қандай марка Apple MacBook Pro MacBook'тар мықты болатын еді ғой мықты сол датаол сынатындай не істеп қойдың сен отырып жүрген бар ішінде не көп проект көп MacBook болып кетті Apple связға шық деп па сендер Apple'дарын қудырып жүрмін болып тұрады ондай қаншалықты мықты қымбат зат болсын ол енді дүние болғасын сынайды қирайды сондықтан сіздер қирамаңыздар ең бастысы мықты болайық өйткені біз мықты халықпыз мықты елміз қазір енді біздің кім екенімізді біліп жүрейік сен қазір концерттер қоймайсың мен білуімше сен енді былай шынын айтайықшы сен қалай қазір табыс көріп жүрсің табысты қайдан көресің жалпы ақша тауып жүрсің ба әлде бұрын кезінде тауып қойған жинақтарының арқасында өмір сүріп жүрсің ба ақша тауып жүрген жоқпын сол мамамнан алып аламын папамнан алып аламын папама сен боласың ба папаман боласың да папам машина алып берді анам үй алып берді деп андай сөйтіп отырсың өмір керемет тамағын алдында күшті үй бәрі бар достарым бәрі сол ағаларым нелер төлейді всегда счет мен ондай атырауда әлі төлеп көрмеппін бір жақсысы сол да деп па атырауда жүрсең сен мен аяғым жерге тигізбей бүйтіп жүремін ұшып жүремін бүйтіп бірақ мысалға сен атырауға шығасың көшеге сені көп адам танып жата ма әлде көп танымайды мен өзім сөйтіп андай көрінбей жүремін ғой капюшонды жауып алып кепканы киіп алып дейсің осы мына стилде жүремін ақшасымен әрине ақша керек қой жасап тұрамыз
қалай табатын енді нақты айтпай ақ қояйын. Түсіп тұрады, авторстводан да түсіп тұрады, былай жұмыстары бар деген сияқты. Авторство демекші. Авторство демекші, соған келейікші. 91 қазір әндер айтып жүр. Бұрынғы әндерің, сенің ішінде үлесің бар. Сен бір-екеуінің, по-моему, композитор сияқтысың. Бір-екеуінің емес енді, бір шамасын композиторсың, сөзің шыны керек. Ояқтан алмаймын мен. Алмайсың. Авторское право сол төртеуінде ма? Негізі алу керекпін, бірақ білмеймін кім алып жатыр, біреу алып жатыр деп. Алып көрген жоқпын. Бізде авторство вообще бар ғой, бәрі ноль. Қазақстанда авторское право деген. Бүткіл әлемде бірақ қана авторство бар да, біздің біршама авторство. Сол осы авторское право бойынша, авторлық құқық дейді ғой. Әңгімелесейікші шамал. Инстаграмдағы мәселені білесің да? Қазір қазақтың әндерін қоса алмайсың. Ана өзің бөлек бір приложение арқылы қоспасаң, неге салмасаң Инстаграмға былай бұрындағыдай таңдап алмайсың. Ол керісінше мен ойымша кері әсерін тигізетін сияқты қазақтың әндері. Қазақ десең өзің етеді, сол қудырып жүр ғой, неге мен Инстаграммен етіп. Ладно, жақсы. Болған зат болыпты. Мына Айқын кімге замандасқа келді ғой подкастқа, сонда айтады да. Бізде авторский деген ол тек для галочки дейді, мысалы. Қаншама караокеда әндер айтылып жатыр. Қаншама концерттерде. Радиодан мен өзің әндерімді, бұрындағы жазған әндерім жеке әндерің ба? Мен бермегенмін ешқай жерге. Қай радио? Айтшы осы жерден қандай радио? Бар банада үйге кіріп барып деп, сен деді. Пышақпен шығарып қылып тұрдың. Жаман сөз ол. Жаман сөз, Құдай сақтасын. В общем, Қазақстанда вообще ешқандай ондай мүлде жоқ дейсің ғой, авторское право. Ешкім авторское правомен қазір пайда көріп отқан жоқ, Оны біреулер сол айтып тексеру керек деймін. Тексеру керек. Так, антикор қайда қарап жатыр? Тексеру керек. Сол бір адамдар отқан сияқты ма әліше. Жоғарғы буынды, аға буындар отқан сияқты ғой. Жастарға берген, сол жастар отыру керек деп ойлаймын. Сол мана жоғары буындағы аға әпкелерімізге келу керек деп ойлаймын, сол ауысу керек деп ойлаймын. Сол кезде бір өзгеріс болмаса. Жоғарыда мана сендерден үлкен буын бар ғой, бір емес бірнеше буын үлкен аға әпкелеріңнің бір сындарын кезінде естідік. Қандай программада дейсің ғой? 2016-та айтуға оңайға барыңдар. Есіңде ғой? Ана жерде кәдімгідей бәрі сендерде бар ғой, кәдімгідей жауып тастады ғой, жаман пікірлерді. Жауып тастады? Жауып кәдімгідей бар ғой. Ауыздарын жауып тастады деген ғой енді, демейді еді. Сен вообще үндеген жоқсың. Үндемей қарап отырсың ғой. Сөйлеуге рұқсат жоқ қой әлгі. Тек зак сөйле. Болды сонымен зак сөйлеген сияқты. Сен сөйлейсің деді қой. Біз үндемей отырамыз. Ринат Зайытов мырза көп нәрсе айтып тастады. Енді Роза Рымбаеваны енді мойындау керек. Сендерге қатысты жақсы пікірін айтты. Яғни уақыт өте келе өнердің стилі де өзгереді, адамның талғамдары өзгереді. Тиісінше сондай өнімді шығарып тұру керек деп. Шынымен де сендер сол кезде мен ойымша көптеген жастардың, жасөспірімдердің вкусынан шыға білген сияқтысыңдар, орысша айтқанда. Сол айтуға оңайдан кейін шығып кетіп отыр ма әңгіме, үлкендер мүмкін кішкене орындарын бергісі келмеген шығар сол кезде деп. Өйткені мен ол кезде студент болып жүрдім, 4-ші курс оқып жаттым Алматыда. Андай әңгіме жүріп да, типа ол үлкендер енді әдейі көп нәрсені жаман айтуы мүмкін бұл топқа қатысты. Өйткені мына топ егер жарып шығатын болса, тиісінше осы саладағы топтар бір рыноктың бір бөлігін алып кетеді, тиісінше үлкендердің үлесі азайып кетеді дейді да осы эстрададағы. Ол қаншалықты дұрыс? Жоқ, болмайды ондай. Енді үлкендердің өзінің аудиториясы бар. Үлкендер әрдайым солай бәрі болады, ол өзінше болады. Тойда әрінге шейін бар деген сияқты. Әрінге шейін болады, олар ойлады ма, сол той құрып кетеді деп. Не, конечно, болады. Той құрған жоқ. Еще более того, тойға сол как раз үлкен буындағы кісілер көп шығады. Енді 35 плюстар деп айтайықшы, солар көбінесе тойға шығатын. Ал сені өзіңді жеке тойға шақырып көрді ма? Топтан бөлек былай. Ези, келші, мен туған күніме келіп кетші. Тұсаукесер бар еді, тағы да басқа бірдеңе бар еді. Енді жақындарымның несіне бардым тек қана. Бірақ оны жерде өлең айтпайсың ғой? Өлең айтпайсың. Өз жерің өлең төсегінде. Сосын сенің әндерің кішкене тойға келіңкіремейді мүмкін. Ол да бар шығар. Ана тату дейтін өлеңім бар да, мен білесің. Тату? Естіген жоқпын. Осы подкасттан кейін тыңдадым. Тату, сол андай 2 жасқа бақытты болыңдар, тату болыңдар деп сол өлеңді айтып алады деп ойнап айтамын. Мен жоқ, шақырып көрген жоқ. Шақырмайды. Мен сені тойыма шақырсам. Гонорарың қандай? Гонорарым ба? $1,000,000 десейші. Гонорарым ба? Оны потом телефонмен сөйлесейік. Телефонмен бөлек дейсің ғой. Номер бар дейсің ғой, да? Номер бар.
Окей. Сен үйленейін деп жатсың ба? Жоқ. Жалпы енді үйленемін ғой күндердің бір күні Құдай қалаған. Құдай қаласа бұйырған күні үйленемін. Әзір бойдақ. Бұйырсын. Мен де бойдақпын. Сен де бойдақсың. Сен де Құдай қаласа тездетіп бір басың екі болсын деп тілек етіп кеткен дейсің ғой. Бақытты бол. Мен негізі ондай жоқ. Толың құтты болсын деп. Мына барман не жақтан бүйтіп құйып жүріңдер десе. Енді сен өзің жеке тойға шықпайтын туралы айттың, түсіндік. Жеке шықпаймын деген менде ондай қағида жоқ. Ойбаймын, шықпаймын деген. Жалпы шықпауы мүмкінсің. Окей, мына тақырыпты кимейтін сияқты деймін ойлайтын. Мен бүйтіп тұрып. Мына тақырыпты неге бастап отырмын? Өйткені 91 тобы кезінде болған, сендер бірге болған кезде Ерболат Беделханның өзінің позициясы болды. Біздің жігіттер тойға шықпайды, тағы да бірдеңе шықпайды, анда шықпайды, мында шықпайды деп. Бірақ та қателеспесем, Зак па әлде Әлем ба бір подкастта айтқан сияқты, білмеймін, мен қателесуім мүмкін. Егер де тойда, концерттегідей түгеле оборудование, керек нәрсенің бәрі тұрса, сендер шоуларың мүмкін еді. Сондай той болды ма? Бәрің бесеуің бірге шыққан, бір өнер көрсеткен, мүмкін үлкен-үлкен шендегі кісілер шақырған шығар өздерінің іс-шараларына, той-томалақтарына. Болды. Бірақ жариялауға болмайды. Басында 91 болып құрылып жатқан кезде, ол кезде өлеңдеріміз танымал емес. Біздің Ерболатқа апарып бір тойға. Ең лакшери той деді ғой. Кәм үлкен сахнасы бар, кәм сахнасы үлкен, аппаратура бәрі күшті. Алматыда болған ба? Алматыда болды, сол кезде Дастан ағамыз, Оразбеков ағамыз кимей қалған. Сол кимей қалған орда 2 болып қалды, 3 болып қалды. Сосын подарок деп бізді тығып жіберіп тұр Ерболатқа. Дастан, Оразбеков жоқ, бірақ мен балаларыммен подарок деп. Біз ең бірінші шығып көрдік, бәрі тамақ шатты осы. Бірақ анда байларым той екен. Айыптамамен айтамыз ғой, бейлеп. Ол 2016-17-лер ғой. 15-16 бас жақтары да. Басы, прям басы, 2016 максимумда. Ешкім особо танымайды. Танымайды, ешкім. Просто бүйтіп қарап отыр, просто шоу қарап отыр. Не істеп жатыр? Біз айта кетіп қалдық. Одан кейін не? Казмет па? Не? Бірдеңенің бір. Казмет? Жоқ, Каз. Казмет деген компания жоқ қой. Сен жаңадан компания ойлап таптың. Қазақмыс деген. Сондай ма? Сондай деген ма? Сондайдың үлкен кісілер тұрды, балалармен бүйтіп келіп. Кішігірім түсік, сол кішігірім сахнаға ұрып қойған. Гонорамен бәрі кесіп қойған, төлеп қойған екен. Сондай жерде бір болдық. Балалармен пасы есімдегі сол. Еще балдармен оңтүстік Кореяға барып келдіңдер. Бір шоуға қатыстыңдар. Негізі қатыспаған жерлерің жоқ. Қаншама жерде. Барынша тырыстық қой енді ол кезде, анда-мында бүткіл жерге. Ол не шоу болды? Ол әртүрлі поп-индустрияның әрбір елден келген қатысушылардың сайысы ма, әлде бір показательный бір шоу болды ма? Мен түсінген жоқпын шоудың мағынасын. Өйткені корей тілінде өтті. Мүмкін переводы бар. Мен өзімді дұрыс түсінген жоқпын негізі. Ол бір аса қатты түсінетін де нәрсе емес деп қойшы. Жақсы болды. Ол да бір естелік болып қалды ғой. Одан бір тәжірибе алдыңдар ғой сендер. Бірдеңе үйрендіңдер. Бәлкім да үйрендік. Корей топтарымен деңгейлерін көрістік. Деңгейлерін түсіндіңдер. Сол деңгейді Қазақстанға алып келуге неше түрлі энтертейментте болып көрдік. Дәл сол бір системамен жұмыс жасамыз ғой. Соны барып қарап қайттық қалай екен. Өте керемет, ол жақта дамып кеткен ғой енді. Ол жақта енді топтар да көп қой. 100 түрлі, 1000 түрлі топ бар шығар, әсіресе осы кей-поп саласындағы. Әрине, ол жақта тек қана кей-поп. Бүткіл жерден бір таң алған Кореяда, бүткіл жерде өздерінің өлеңдері, өздерінің әртістері. Жарнамада да өздерінің әртістері, өлең жұртпызда да өздерінің өлеңдері. Керемет. Сендер мана айтып отырсың ғой, топ бас шағында 2015-2016-ларда үлкен хейтқа ұшырай бастады. Көп жерлерде концерттерің атмен аула бастады. Жеке өздеріңе, жеке бастарыңа үлкен қауіп төнген кездер болды. Бұны мен неге айтып тұрмын? Өйткені сендер көптеген сұхбаттарында айтқансыңдар, көптеген шоуларда айттыңдар да, кездесулерде. Ал сенің жеке өз басыңа қауіп қаншалықты үлкен болды? Хейт қаншалықты көп болды? Жалпы бір зиян тигізген адамдар болды ма ол кезде?
сен андайсың, сен мындайсың деп. Болған жоқ па ондай? Не мынау шаш, сырға? Ондай көп болды ғой. Шаш, сырға дейтін әңгіме жетеді. Одан кейін де әңгіме көп болды. Қазір ше? Қазір ешкім сөйлемей ма? жоқ. Қазір үйреніп кетті ғой бәрі. Қазір күшті бәрі. Қазір танымайды. Еркіндік. Мені қазір танымайды деймін, бауырым ешкім білмейді. Жоқ, неге танымайды? Мен танымай қыз дейсің. видеоға жеңешем сен жақсысың дейді. Не дейді қыз, адам ұялтпаңдаршы деп. Рэптерінде бір жол бар ғой, сенің тығылтындай жеңгең дей ма дейді, сол сияқты. Тығылтындай мен сенің әжең де ма? Әжең де деді ма? Мен негізі сөйтіп айтқым келді ше, әжең де деп айтты деп. Жоқ, адамдар айтады жеңгең дейді. Әжең болса сенің әжең де деп, біз әзілдеп. Біз Зайекіміз вообще күлкіден өліп тұрып текст жазатынбыз ғой. Қызықтың түрі болды дейсің ғой вообще. Вообще неше түрлі вариант айтады. Андай, онда да бүйтіп өтірік варианттар ғой, андай который жазылмайтын варианттар айтамыз, бір-бірімізге күлдіртеміз сөйтіп. Күшті настроение жазамыз да, күліп тұрамыз да, бір кезде бум деп шығып кетеді күшті. Міне осыны жазамыз. Сол кездерде 2017-де сендер өздерінің фильмдерін шығардыңдар. 91, 2017 тамыз. Сол енді топтарыңа 2 жыл толайын деп отқан кез, 2017-ге қарай көбі сендер тани бастады, қателеспесем. Кинода сендер қаншалықты өтірік нәрсе айттыңдар? Көп. Қаншалықты киноларында өтірік көп болды? Негізі өзімнің жеке ойым, киноларыңда кәдімгідей андай фанаттарға түсірілген екен көрініп тұр. Өздерің ойнағандарың. Бәрі енді көркем фильм болғаннан әрине ояқта өмірдегі деген бере алмайды ғой. Мысалы біз кинода біз таяқ жедік мысалы. Өмірде таяқ жемегенбіз мысалы. Точно ма? Кинода кәдімгідей төбелес болды. Туристер біз таяқ жеп қалдық. Таяқ жеп қалдық. Сол кезде айтқан біз өмірде ондай болған жоқ қой десек, енді типа жанкүйерлерге что, не драма ғой деп, сендер таяқ жеуің керексіңдер. Ладно, жақсы. Осы режиссердің айтқан сондай. Талғат Ұзабаев, Асқар Ұзабаев да, режиссер. Сондай кішкене әдейі драма болсын, шамалы, көркемділік болсын деп сондай өтірік нәрселерді қосып жіберді. Сосын сен кинода тапанша алдың. Шын өмірде де тапаншаң болды ма? Бір сұхбатында сен айттың тапанша алды деп. Не үшін алышсың? Бұл жай кич деп айту үшін. Кич деп айтуға сөзде жеткілікті ғой. Басында енді қанша төлес шаршайсың ғой. Бірақ тапаншаң сенкі огнестрельный емес, травматический тапанша болды да. Кинода огнестрельный қалдырып өтірік бас жіберді. Сондай болды дейікші. Ой, кино енді осы жақында ғана қараппын, киноны ең басында вообще көрмей. Жақында. Сондықтан ғой андай свежий воспоминаниямен айтады қалды. Біз ол киноны ұсынған кезде қатты ұялдық негізі ше. Біз айтқанбыз Ерболатаға. Әлі ерте ғой, әлі дым істемеді ғой, әлі жетістікке де жетпеді дұрыс. Бір шал болып жатса екен, бір кино ретінде досым Қасаған сияқты. Досым Қасаған сияқты үйлеседі да кішкене. Қайтеміз қорсын, позор істеді, түсірмей қояйық деп. Продюсерлер нелер қоймады ғой. Коммерческий проект болды ма? Қазір жанып тұрған кезде осында кестір болды. Ол кезде біз продюсер бар Ерболатаға қараймыз, Ерболатаға не шешеді, сол болады ғой. Шешті, өзі де сонда ойнады. Өзі де ойнады. Сендер актер болып қаншалықты көп пайда көрдіңдер ол жобадан? Пайда? Пайда, Ауыр сұрақ па? Негізі өзің айтып отырсың ғой маған, өнер саласында жүрген көп жұлдыздар еңбектері дұрыс төленбейді, не деп. Енді мен ойымша, сендер как раз Ерболат ағаның астында жүргенде еңбектерің жақсы төленген сияқты. Әлде мен қателесем ба? Шынайы болды бәрі. Бәрі шынайы болды. Жағдайың жақсарды ма топта жүргенде? Жоқ. Қаржылай сен көп көтеріле алған жоқсың. Бірақ танымалдылығың кәдімгідей 100 есе 1000 есе көтерілді. Танымалсың, бірақ метромен автобуспен жүріп деп ойнап айтамын. Құдай сақтасын. Неге Құдай сақтасын? Анда-санда жүріп тұрған. Мен метромен жүріп тұрамын, Алматыда метромен мен жақсы көремін. Әсіресе жазда сап-салқын, пробкасыз. Метрода көріп отыра ма, адамдар танып отыра ма сен? Мен сол тығылып жүремін. Наоборот, мен бәрін танып жүремін деп айтасыз. Алдыдағы ана ғой да, мына жақта тұрады екен деп.
сол мана кино деп отырық қой, сол 91 киносын өзің толықтай көрдің ба? Сол кезде көрдік. Сол кезде. Одан кейін қайтып қараған жоқсың. Яғни өзіңнің түскен киноңды біртүрлі мойындаймын. Андай құлшынсын болмайды екен қарауға да. Ал сенің андай өзің ұнататын фильмің бар ма? Вот жылда қарап тұрам, әлсін қайталап қарап тұрам. Кино жақсы көремін, иә. Қандай кино мысалға? Топ 3 киноңды айтшы. Міне көріпсің ғой, Квентин Тарантино. Мүмкін осы кісінің киноларын айтын шығар. Көп кино көрдім ғой. Қай-қайсын айтасың оның? Маған Дензел Вашингтон киносын айт. Қай киносы? Біраз киносын айт. Ана плашпен жүретін, қара плашпен жүретін. Аталайды кино. Мәне, Вашингтонның киноларын көп қарамайды екен бар. Плашпен бүйтіп қап-қара жүретін. Түсіндім не туралы екен. Түсіндім, иә. Ұмытып қалып тұрмын. Сосын маған соңғы өткен фильмдер, Dogman деген фильм көрдім. Иттер жайында. Декабрь ма? Қазақстандық кинолар. Қазақстандық кинолар? Қазақстандық кинолар көп қарамайсың. Қарамаймын, иә. Даму керек. Даму керек? Әлі дамымай жатыр ма? Соңғы уақытта кәдімгідей әлдеқайда дамып кеткен сияқты. Иә, бірақ сол бір комедия түсіре беретін сияқты ма? Сол комедиядан қазір ақырында сол енді дәстүрмен шығып та кішкене өзгертеді ғой. Жастар көрме, театр. Сол ойлаймын, жастарға беру керек деп ойлаймын. Және де андай күшті фильмдер түсіру керек деп ойлаймын. Кезіндегі батырлар туралы білмеймін енді. Ол жақта бірақ киноның енді бюджеті өте көп қой. Кәдімгідей әлемдік деңгейдегідей қылып, сондай сапада қылып түсірейін десең, прям бюджеттегі өте қымбат. Сол себептен әлемдік деңгейдегідей 2-3 кино түсірген попытка болды Қазақстанда. Қандай? Көшпенділер, Жау жүректің бала. Бірақ та рейтингі аздау. Баймаш анда кішкене. Хотя кішкене болсын айту жақсы. Қазіргі шығып жатқан кинолармен салыстырғанда, мысалы, баяғыда шығып кетті ол кинолар. 2005. Әлде қайда мысалы жақсы да. Сондай туындылар бізге көп керек деп ойлаймын. Махамбет Өтеміс, Исатай батырлар туралы. Неге түсірмейсің? Бауыржан Момышұлы. Әлихан Бөкейханов. Абырай Алтынсарин туралы қазір түсіріліп жатыр. Сондай қылып бүйтіп балаларға ше кішкентай өсіп жатқан буындарға соларды көрсетіп танытатындай бір фильмді түсіру керек деп ойлаймын. Өзін танытатындай. Сен 91 фильмнен бөлек сондай-ақ Қағаз кеме деген сериалды өз-өзің сомдадың да? Өз-өзіңді емес құрсын. Басқа бір өзің атың болды ма онда? Ол жақта Зак екеуміз бар ғой. Мен ойлаттым камео болып бардың. 3 вокалист негізі түсетін болды ғой. Біз Еротаға бізге Зак екеуміз түспейміз деп айттық. Түспей қойшы деп. Бірақ бізге түсесіңдер деді да, бірақ бізде сценарий болған жоқ. Сценарийде біз болмадық. Біз фристайл на ходу ойнап жүрдік қой қуылырсып. Сол жақта полностью на ходу ойнап жүрдік. Ана балалардың текстін қарап аламыз, ана балалар бейді айтып отыр, давай біз мына бит айтып жіберейік деп. Біздің рөліміз андай болды ғой, просто қудыртып, гон ғой бір сөз айтып. Гонмен ойын. Иә, просто қатысы жоқ нәрселер істеу керек болды. Бізге де өзімізге де қызық болды, біз кіреміз деп күліп шығып кетеміз болды. Өзіңе киноға түсу ұнай ма? Сол процесс. Мотор, начали. Не. Ұнайды. Негізі прям қатты ұнамайды, өзімде андай ойбай осындай кино индустриясында өзімнің карьерамды бастап осылай істеймін деген ойда жоқ, құлшыныс та жоқ. Айтпағым, егер сондай бірақ бүйтіп осылай камераның алдында жұмыс жасаған күшті ұнайды. Егер де бір күшті рөлдер болатын болса, әсіресе қызық рөлдер болатын болса, әрине кәдімгідей жұмыс жасауға дайындалып ше. Мен киноға бүйтіп дайындалып, текстін жаттап, күні бойы бүйтіп ойнап қарап, ондай істеп көрмеппін кісі. Сол бір жерге жүресің, шай ішіп жүресің, тамақ ішіп жүресің, бастады сен шығасың, дейді, бүйтіп сөйтіп түсіріп қой, негізі. Мысалы, нелерді қарайсың ғой, шетелдің актерларын қойсың, бір-екі жылдап сол образда жүріп, болады андай 3 жылда бір кино шығады, бірақ та жарып шығады. Иә, бірақ оған дейін 3 жыл сол образда жүргенде деген сияқты. Мысалы, қандай еңбек деймін да, қандай... Мысалы, полицейскийдің рөлін ойнаса, сол прям сол полицейлердің қасында жүреді. Сол сөйтіп жүрген олар. Психологически қуып кеткен ауытқулар болған соның кесірінен ше, қаншама актерлер айтты қиын.
Хит Леджер өзін жоғалтып алады дейді, басқа образға кіріп кетіп. Ол да негізі қиын жұмыс қой. Егер де кәдімгідей профессионалдық тұрғыда дұрыс жұмыс жасайтын болсаң, өте қиын жұмыс қой негізінде. Біз енді Қазақстанда айтпағым, алдағы уақытта қазақстандық кинокартиналарда түсу сондай мүмкіндігі болса, саған сондай ұсыныс келсе, сен қабылдар ма едің? Мүмкін. Мен да болады, егер күшті андай злодейлардың рөлдері болса, маған жарасар. Злодей. Бандиттар ма андай. Мә, айтпақшы бар ғой, злодей демекші. Злодей демекші, злодей ма? Yes, дейсің ғой. Злодей демекші. Мына сурет не? Кинода болған сурет, да? Иә, кинода болған сурет. Кімге ұқсайсың, білесің бе? Кімге? Игра кальмара көрдің бе? Игра кальмара көрдім. Иә, танысқа келеді ғой түрің. Танысқа ма? Иә, өйстіп мен былай кішкене бір байланыс жасадым да, танысқа сен кәдімгідей ұқсайды екенсің. Андай, құрсын, серьезно, бір андай движенияларың өз-өзіңді подавать ету келеді кәдімгідей, бар ғой. Вообще. Саған сондай рөлдер кәдімгідей жарасатын сияқты. Егер Қазақстанның ішінде сондай кинолар түсірсе, танысты кіндей персонаждар саған кәдімгідей үйлесіп кететін сияқты. Онкіде какой-то мере андай злодейдің персонажы бар, мойындайсың ғой. Сөйтіп мен бір қызға айтамын ғой, танысқа келеді ғой Изи деп. Түрі несі? Ол айтады, жоқ, ол деген ана кей-поптағы бір әнші бар дейді, мен оны танымайды екенмін қасқа. G-Dragon дей ма? Соған ұқсатады сен. Сен ұқсайсың да соған, жалпы ұқсамайсың. Туған інісім ғой деп жоқ, андай болған жоқ па, подражать ету, бір андай кей-поптан бірді аласың. Болды, соны күнде сүйіп өскен балам ғой. Жоқ, шынымен де андай болуы мүмкін ғой, сендер кей-поптың бір әншілерді тыңдайсыңдар, топтарды тыңдайсыңдар. Так, сосын ананың стилін алғың келетін нәрсе. Кей-поптың мен. Кей-попты бізге тыңдады да, қарадық, зерттедік та, бірақ Эминемді тыңдап өскен балаларымыз ғой, Тупакты, Биги, Дре деп па. Дре, доктор Дре. Қазір Кендрик Ламар. Скрол. Дрейк десе ма? Кендрик Ламардың үлкен фанаты сияқтысың. Айқынмен бір бағдарлама барғанда да айта бересің Кендрик Ламар. Кендрик Ламар, Кендрик Ламар. Кендрик Ламар деген данышпан ғой. Кендрик Ламар. Окей, мен не туралы айтайын деп едім, қазір шамалы күтіп отыр. Окей, ата-анаң туралы шамалы әңгіме өрбітсек, сенің мәнсабыңның бастапқы кезеңінде олардың сенің имиджіңе деген ойлар қандай болды? Андай болған жоқ па? Неге шашпайын деп жатсың? Неге сырға айтайын дегенім? Қазір сен жауап берерсің, бірақ жауап бермес бұрын. Калифорнияға мысалға әкесі қарсы болған екен. Мұндай түріңмен үйге оралма деп. Саған сондай ауыр сындар болды ма? Ата-анаң тарапынан. Нормально қарады. Ештеңе деген жоқ. Балам, сен өнер саласындағы адамсың. Имиджің, ол сенің имиджің ғана, сені бала ретінде қабылдай аламыз деп. Қай жерден жаман болып көрінгенмен не істесең де ата-ана әрдайым жақсы көреді деп ойлаймын. Маған ондай әңгіме болмапты. Және түсінді олар, мен Алматыға барып сондай өнер жолында сондай жұмысқа баратқанымды басынан бастап білген. Мен ана Кито Байлс дейтін не бар ғой жоба, соған қатысқан қанша жыл болды? 1-2 жыл жарым ба сондай болған сәттерде сол өтіп ары қарай әріс боламыз деп жатқан кезден бастап дайын болды ғой ол кісілер. Бірақ енді білген жоқ, шашпай құлақ тесетінді білген жоқ, бірақ та кейін білді. Кейін көргеннен кейін реакциялар қандай болды? Жақсы. Маған андай бір қатты онда сөз айтып көрмепті. Ең бірінші үлкен табысың туралы сөйлесейікші. Ең бірінші үлкен табысың қашан болды ондай үлкен табыс? Және ең бірінші гонорарыңа не алдың? Қанша болғанын айтпаймын. Ең бірінші гонорарыма не алғанымды айтып аламын. Так, не алдым? Парфюм алдым. Киім алдым. Бургер алдым. Жегімге жүрген. Жоқ, егер без прикол. Андай машина алдым деп айтады деп ойлаймын. Ойбай, құрсын, ондай гонорар болған жоқ па? Болған жоқ. Қойшы, неужели? Жоқ, қайда машина құрсын, ондай гонорар болған жоқ. Сен айтпай қояйын лучше мен қанша алғанымды, құрсын әңгіме болып кетіп жүрер. Машина демекші, сен нумерологқа бардың ғой, подкастқа. Саған айтты, 2022-де машина алатын сияқтысың. 2022-де? Не істедің? Не жүрмей қалды? Матрица бұзылып кетті ма? Матрица бұзылып кеткен сияқты. Мен жұлдыздар кішкене басқаша тұрып қалған сияқты. Мен жұлдызын ақып кетті десеші.
2030-да үйленеді дей ма еще? 2030-да? Жоқ, негізі достар дұрыс түсініңіздер. Мен өзім, жеке өз басым, сюицай болсын, нумерология, тағы да бірдеңе болжау, не дегенге өзім вообще ондайдан алыспын, аулақпын. Бұл жерде әңгімені неге өйтіп айтып жатырмыз? Өйткені 2021-де AZ сондай бір кісіге барған сұхбат беруге. Сол кезде сол кісі AZ-дің данныйларын бір қорыта отырып, анализ жасап, сондай бір вывод шығарған. Сол кезде сөйтіп айтқан. AZ 2022-де машина алады, 2030-да үйленеді. Тағы да бірдеңе деді. Сонымен, в общем, өтірік болып шықты ма бірдеңе. И так өтірік қорсын, несі бар. Ол кісі өзің интересінде сені шақырды. Гонорарын берді, сұхбаттасты. Сонымен солай болып қалды дейсің. Енді бұл әңгімені қозғамасам болмайтын еді просто. Жақсы, жарайды, болыпты, не ғой. Не айтайын үйреніп қалдым ғой, жақсы. Мылжың екенсің өзіңді жейші. Жоқ. Сен хореографияға басында жоқ болдың да? Мен білгенде жоқпын да. Сен билейтінін де тіпті білген жоқсың? Мен рэпер іздеп жатыр деп барғам негізі. Онымен қалды, тек жай рэп емес, сен вокальный партиясына да қатыстың, биді де биледің, какой-то мере актер болып үлгердің, в общем, разноплановый специалист болып шықтың ғой. Жақсы болды ғой. Негізі жігітке жеті өнер аз деген шын ғой. Егер қаласаң әр бақытта да көре беруге болады, өзін сынап көруге болады. Жан-жақты болған дұрыс дейсің. Биге хореографияға үйрену саған қиынға соқты ма? Басында. Кім үйретті сендерге? Ербат ағаң өзі ме, әлде бір мамандар болды ма? Мамандар болды, кейін Найнчон болып құрылғаннан кейін Ербат ағаның өзі личный кәдімгідей таңдай келіп жатты. Тамақ ішіп ұйықтайын деп жатырмыз деп ойласа, жүріңдер билейміз деген кезде, таңда тұрып билеген кезде, еще қолын ұрып тұрып, былай сен деген кезде, күшті болды негізі. Жақсы, ең андай тәтті кездер ғой. Сол кезде бір қиын сияқты болды да, қазір ойлап барсаң ең күшті кездер ғой негізі. Ол да маған бір сол биде мені басқаша қырын ашты. Мен андай өзім кішкене ұялшақ болатын. Яғни бүйтіп билеп айнаға қарап, күнде айнаға қарап билегеннен кейін кішкене өзіме деген не пайда болды. Яғни қазір де шұғылданып тұрасың ба? Былай тренироваться етіп, билеп, хореографияға барып? Жоқ, сол. Негізі барым келген. Бірақ қоя салдым бар, беремей қояйыншы дедім. Жалғыз өзім бет беріп, жақсы дедім. Бүткіл нелерге қараймын, Кендрик Ламарға қараймын, Эминемдерге қараймын, өзім нелеріме, кумирларыма қараймын, олар беремейші, бүйтіп жоқ, мен сөйтіп айтып кетейінші дедім. Мен де просто трек бүйтіп оқып кетейінші деп. Андай үлкен бір концерт қойып, бишілермен бір сосын шоу жасайын деген кезде бәлкім да көремін енді. Әзір былай деп. Больше андай тренировкаға барғанға желание. Бірақ фундамент бар дейсің ғой. Былай үйретсе, келіп үйретсе, үйреніп алуға болады. Жарайды. Енді сенің тағы да потенциальный бір тұсыңды айтайын. Негізі сенің былай түрің, бойың, арықтығың кішкене модель болуға үйлесімді. Саған модель болу туралы ешқандай ұсыныстар болған жоқ па, шақырған жоқ па, бірдеңені жарнамалап бер, ананы рекламировать етіп бер, рилске түсе қойшы өтініш деп. Ондай ұсыныстар түскен жоқ. Сол, білмеймін, мен түспейді деп ойлайтын шығар да бірақ. Енді ондай ұсыныс түсіп көрмепті. Жалпы қарсы емессің ұсыныс түссе. Сондықтан көрермендер араларыңызда рекламодательдер болса, бизнестің иелері болса, азамат жарнама істеуге қарсы емес екен. Сондықтан ұсыныстарыңызды жіберіңіздер. Мүмкін болашақ үлкен модель шығар. AZ-дан. Модель болып кеткен дейді. Оп-оңай ғой модель ба? Қой, оңай емес, ты чё? Шық дейсің де. Үнде қайда кетіп қалдың. Өлең жазым көшір, өлең қашан келеді микрофон бүгін жесе, бірі ертең да. Не болды? Мен өзім ойланып қалдым ғой. Мен өзім ойланып қалдым. Түсінбей қалдым ғой. Маған 2-3 келеді да. 2-3. Бүгін айта кетейік, бүгін 23 ақпанның. Бірақ запись қашан шығады, мүмкін біріне қарай шығып қалатын шығар. Шықсын. Құдай қаласа.
сәтті болсын, өзіңе де танысқаныма қуаныштымын. Иә. Жоқ, аяқтайын деп отқан жоқпыз. Жоқ, вообще мен де аяқтайын деп отқан жоқпын. Сұрақтар бар дейсің ғой, да? Дұрыс. Сен өзіңді блогер ретінде санамайсың, оны түсіндік, маған айтып отырсың ғой, сторисіне не істемеймін деп. Бірақ соңғы жаңалықтарды естідің ба блогерлер туралы? Кішкене бір жаңалықтарды бір естейікші, шолып өтейікші. Естіген жоқсың да? Там анада 1 миллиард, мынада 1 миллион табыс бар екен, олар төлемейді деп. Не төлемейді? Салық төлемейді деп. Енді сұрақ, бұл жерде маған, мен сол сторис шығарам, 40 адам қарап тастайды, өзімде подписчики так ондай көп емес, ананы бір-біріне жіберген ба адамдар, ана телеграмда бір шыққан ғой, біреулердің табысы мынандай деп, соны мен шығарам, андайды қайдан табады андай ақшаны деп. Сөйтсе, кейбіреулер айтады да, оны саясат дейді да шамал, өйткені бұл әдейі өсек ретінде жіберді, а мына жақта үкімет қосымша бір өзгерістер жасауы мүмкін. Әлде бір жаңалықтардан кішкене былай бетті бұрғызу үшін, вниманиені алып кету үшін деп. Онда теорияда баяғыдан бар ғой? Бұрыннан бар. Өзің көп жаңалықтарды қарайсың ба, қазақстандық негізі? Іште не болып жатыр, елде не болып жатыр, мына Атырауымызда не өзгерістер болып жатыр саған? Жалпы қызық, иә? Иә. Соңғы естіген андай приятный дейді ғой, жағымды жаңалық қандай болды? Приятный аз болып тұр ғой деп па. Бір жаңалық қарап кетсең түңіліп кетемін мен. Қарамауға тырысасың. Жаңалық қарасам түңіліп кетесің кәдімгідей. Бірақ Бірақ енді жақсы болып жатыр ғой. өзгеріп жатыр жалпы. Шүкір өзгеріп жатыр. Одан сайын жақсы болады деген сенімдемін, үміттемін. Осы Атырауымызға қатысты соңғы өзгеруі жақсы болып нормально болып келе жатыр ма? Үлкейіп кеткен, қалай үлкейген? андай жолдар ше? Мен көрмеген сондай неше түрлі жолдар дейсің ғой. Мүмкін қалай? Сен сияқты танымал адамдардың ойы көп адамдарға кішкене ойлануға бір түрткі болар. Мен айтқым келіп отқан жерде біздің жергілікті басқарушылар, жобаны іске асырушылар, мүмкін сенің бір қаладағы бір инфраструктура дейді, инфрақұрылымыз бір жерлер ұнамайтын шығар, осыны өзгертейік, мынаны дұрыстайық деп. Ондай идея көп қой. Ондай, мысалы, қандай идеяң бар сенде? Не істегің келеді Атырау үшін? Мысалы, Атырау қазір бар деп қабылдайық, Атырауда осындай күйімен. Сен не нәрсені бізде өзгерткің келер еді қаламызда? Не нәрсені деймін? Қандай бір тұстарын өзгерткің келеді? Айтпай қойыншы оны. Ондай әр қалаға бар менде. Өзгерткім келеді емес, қосымша. Мысалы, мен шетелдерде болдым ғой да, өзің шетелдерде. Андай жарқырап тұратын, мысалы Сеулдың өзі кешке жап-жарық. Жап-жарық ол күшті, әртүрлі светтер, анда ашық тұрады, сондай бір күшті анда. Мен ойладым да, сондай Алматыда жүремін ғой, кішкене қараңғылау да. Бір свет болса деген сияқты, қайта әртүрлі светтерден андай болады. Әр адам аяқта, мысалы біреудің заведениесі да, мынау, мынаяқта біреудің заведениесі, каждый өзінің заведениесі, әр адам өзінше андай не іліп, неше түрлі жарықтар безендіріп қойған да алдын. Әр адамның өзінікі да ол. И сөйтіп істесе, бірдей істесе, бәрі бүтін магазин, өзінің несін сөйтіп істей алса, негізі уже қаланың бір андай дамыған бір андай шетелдің кішкене вайбын беретін сияқты. Мне кажется, туристерде көрсе, суреттерден көрсе, вау деп қалып келетін сияқты. Бір жағынан жарық болғанның бір жақсы жері қылмыс азаяды, келсесің. Яғни камералар бәрін кәдімгі орнатып. Атыраудың жарығына қалай сен көңілің тола ма? Жарық па жалпы қаламыз? Атырау еще қараңғылау ғой Алматыға қарағанда. Мен сол шетелден келіп аэропорттан түсіп такси барасың, қап қараңғы ғой, мен бүйтіп қалдым, не болып кетті деп қаласың басында. 1-2 аптадан кейін жайлап бүйтіп вайпқа кіріп фук деп түсінбей қаласың. Түсіндің ба? Басына келген кезде сразу білінеді, білініп тұрады. Адамдар бар, есік жаппай дедім ғой, бүйтіп тұрады. Менталитет мүлде бөлек дейсің. Менталитет бөлек, бірақ өзіндікі да жақсы, өте жылы. Бірақ та әрине бәрібір шетелге шыққан кезде түсінесің, әлі біраз нәрсе істеуге болатын. Соның ішінде Атырауға да. Сен еще боксқа қатыстың. Жоқ, қолдан бәрі сынып қалған. Жоқ, шынымен де шұғылдандың ба сен бокспен? Каратемен де айналыстым, бокспен де, боевой саммен де бет-бет қатысып жүрдім да.
жалпы кішкентайыңнан өнерге де спортқа да жақын болдың. Иә. Анда-санда волейбол ойнап тұрасың. Анда-санда волейбол ойнаймын да. Қазір мен Атырауда жүріп, негізі Алматыда жүріп көп андай жерге шықпаймын. Атырауда жүріп күнде андай шығып жүрмін да. Сол шақырады күшті жақындарым бар. Қызықты нәрсе. Иә, андай жақсы, күшті. Мен Алматыда бармай жүрген балам, Атырауда барамын да күшті. Барып кетейік деп. Барасың, өте керемет ойнап тұру керек екен. Андай настольный ойындар ойнаймыз күнде. Былай да көшеге шығып тұрамыз. Күнім күшті өтуде. Керемет. Иә. Енді мұндай сұрақ болсын, кішкене ауырлау болуы мүмкін. Сенің біреуге өкпең бар ма қазір? Жоқ, ешкімге өкпем жоқ. Егер де біреуді өкпелетіп бірдеңе істеп алсам, кешірім сұраймын. Ал саған өкпелі жандар бар деп ойлайсың ба? Оны мен білмеймін, мен біреу үшін жауап бере алмаймын. Бар, не дейді ана? Раунд. Следующий вопрос. Дорогие друзья. Дорогие друзья, следующий вопрос. Солай да. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларың бар? В целом, жай өнер саласында емес, жалпы. Жоспар өте көп. Жалпы, қай қалада болғың келеді? Осы Атырауда жүре тұрасың ба әлде қайтып Алматыға барасың ба? Алматыға барам. Атырауда екі орда жүрем. Шетелде де былай жүре берем деп шештім. Жалпы шетелге қыдыруды... Иә, сол бұйырса көп болды, шықпағалы, сол бұйырса сол шығам ба деп жүрмін. Яғни ұзақ уақытқа онда да андай. Сол студиямды күтіп отырмын, студиямды жинап алып, шетелге барып, студиямды қойып, үйде шетелдің ваймен, может, прямой эфир қосып қойып па, бір өлең жазып па, сондай бір андай күшті сондай керек болып жүр өзіме. Ал сен жалпы бір жағынан демалып, бір жағынан жұмыс жасап. Рахмет, сори. Ал жалпы сен болашағында қай елмен, соның ішінде қай қаламен байланыстырғың келеді? Болашағымда жер планетасымен. Жер планетасы. Жалпы осы қай жерде жүрсең де? Бүткіл жерде көргім келеді. Ал сенде андай болмай ма? Мысалы шетелге шықтың, о жақтың тамағы ұнамайды. Менталитеті ұнамайды. Ауа райы ұнамайды. Ол әрдайым сол өзің еліңе асығасың ғой шетелге шыққан. Мен шетелге шыққан кезде еліме қатты асығамын. Атырауға қатты асығасың ба Алматыда жүргенде? Иә, асығамын. Бірақ Атыраудың қандай өзің нюанстары бар ғой, жазда маса, шаң, сы, не бар тағы? Қыста мынау енді қар басып кетсе машинамен дұрыс жүре алмайсың. Сол айтып отырмын, енді өзің енді күні қан тамға жер өз жерің болғаннан кейін. Бірақ соған қарамастан. Бәрібір ыстық қой әрине. Әсіресе ол емес ауа райдан бөлек адамдар ғой. Жақындарым бәрі осында деген сияқты ғой. Иә, біз ақырындап өзіміздің подкастымыздың соңына қарай жақындаған сияқтымыз. Сол біз әрбір шығарылым сайын өзіміздің көрермендерімізге мүмкіндік береміз, конкурс болады. Бізде 2 конкурс өткізіледі, Эйзи. Қандай? Ол бірақ конкурс саған қатысы жоқ. Біздің көрермендерге арналған 2 конкурсымыз бар. Ең бірінші конкурс, құрметті көрермендер, келесі қонағымыз кім болатынын анықтасаңыздар, менің атымнан сіздерге ең бірінші дұрыс тапқан адамға кітап сыйға тартылады. Және біздің екінші конкурсымыз шарт шамалы өзгерді. Ең үздік пікірге осы біздің подкастымыз өтіп жатқан Виртуозы өнер мектебінің атынан сертификат 10 000 теңгеге. Сондықтан бәріміз таласамыз, пікірлеріңізді жазыңыздар, мүмкін сіздердің бақтарыңыз жанатын шығар. Солай. Да, Эйзи. Қолдайсың ғой? Иә. Бақтарыңызға рахмет. Жақсы көремін. Және мына жерде блиц сұрақтарым бар. Әрбір шығарылымның соңына қарай мен блиц сұрақтар қоямын. Сенің блиц сұрақтарға көп ойланбай тез жауап беруіңді өтінемін. 3 сұрақ қояйын. Ұнамай жатса бірден айтарсың, ұнамайды. Қандай топ 3 тректі мәңгі, яғни вечный хит деп айтар едің? Топ 3 трек. Өлмейді никогда олар. Вот. Әлі тыңдайды адамдар деп. Бұрында шыққан шығар. Eminem Use Yourself. Lose Yourself. Use Yourself. Lose Yourself. Better man. Зато мен Eminem концертінде болдым деп па. Kendrick Lamar Not Like Us. Және 3-ші трек. Өтісі болмайды. Ана. Қазір мен яқта ютубтан топ беремін саған. Өзің оқисың, е? Мен немен айтайын ба? Өзі осымен айту керек па? Мен оқып ал дейсің, бірақ мен озвучить етуім керек та? Түсінбедім сен. Қазір сенесің. Жарайды, жақсы.
бірақ өлең жібермей ақ қой, әйтпесе авторский право жасап қоямыз. Feel like summer деген. Ойбай, Чайлдз Гамбино. Feel like summer. Feel like summer. Окей, түсінікті. Ези, блиц сұрақтардың арасында екінші сұрақ. Еліміздегі қай азамат я азаматшаны үлгі тұтар тұлға ретінде қарастыра аласың? Яғни рол модел ретінде. Алихан Бөкейханов атамыз. Неліктен ол кісіні? Өйткені жақсы көремін деп па. Көзқарасын, жұмыстарын. Алла сияларын данышпан аталарымыздың лидері болған, көшбасшысы болған, және де бізге қазақ халқына сіңірген еңбегі өте көп деп ойлаймын. Японский системаны енгізгісі келген, жапондардың сол система мысалы енгізілген болса, біз кішкене қазір басқаша болар едік деп ойлаймын. Мысалы қазір қарап отырсаң, Япония әлемнен қаншама жыл алда келатыр. Және де біз олармен өте ұқсаспыз. Өйткені жапондардың баласы туылған кезде, және де қазақтың баласы туылған кезде көтені көк болып туылады екен. Басқа балалар олай туылмайды екен. Осындай бір қызық жағдай бар. Бір жерде шынымен де бар нәрсе. Жапон қазақ бір туған деп па. Жапон қазақ бір туған. Иә, шын. Оқып көрсең ба? Бар, ондай мақала бар. Мақала емес, ол факт. Факт па? Иә, негізі ол кезде Алихан Бөкейханов негізі жапондық жүйені енгізгісі келген ғой мағанда. Ол кезде қазақ малмен айналысқан, ғылымның, білімнің кішкене көтерілгенін қалаған кісі болған ғой. Өте сондай. Ол кезде сол алла сияларының аталарымыздың қандай данышпан, қандай кісілер болған ойлайсыз. Соның бәрін кімдер атып тастайды? Коммунистер атпады, өкінішке орай атпады, қойып алып жүрген басқаларын атпады. Қаншама тіл білген, мақал мәтел жазған, жұмбақ шығарған, өлең жазған, оян қазақ деп қаншама керемет туындыларды жоқ болып кеткен. Солардың бірақ ұрпағымыз. Бізде қан таза, олар бір нәрсені ұмытып кетті, коммунистер деп па, бәрі олар қанды бұза алмайды да. Біз сол бір тәрбиемен, сол бір дәстүрмен өстік. Және де қазақтардың жетістіктер әлі алда деп ойлаймын. Иә, шынымен де біз де солай сенеміз. Өйткені тәуелсіздік алғанымызға енді ғана тек 35 жыл толайын деп жатыр. Бұл уақыттың ішінде Қазақстан жоқтан кәдімгідей деңгейге көтеріліп қалды. Бірақ та бұл нәрсемен тек тоқтап қалмауымыз керек. Әрмен қарай өсуіміз керек. Ғылымды, білімді дамытуымыз керек. Саналы ұрпақты өсіруіміз керек. Әрине. Ғылымды болайық, білімді болайық. Ғылым болайық. Шын өнерлі болайық, талантты болайық. Өсіп жатқан балаларымыз, өсіп жатқан ұрпақтарымыз аман болсын, данышпан болсын, өзіміздің сол. Және үшінші сұрақ. Қазақ болайық. Үшінші сұрақ. Танымал рэпер, я басқаша айтқанда хип-хоп әнші болу үшін нақты қандай қадамдардың істеуін қажет? Мысалға, бірдеңелер жазып бастау керек па? Әлде бір конкурстарға қатысу керек па? Әлде бір кітаптарды оқу керек па? Кино көру керек па? Мен айтайын деп тұрған болашақ рэперлер үшін. Мен ойымша, қазір біздің көрермендеріміздің арасында мүмкін болашақ рэперлер де бар шығар. Мүмкін қазіргі сенің әңгімең олар үшін үлкен бір үміт сыйлайтын шығар. Иә, мен білем. Өлең жаза беру керек. Тоқтамай жаза беру керек. Шығармасаң да жаза беру керек. Қолдан келгенше сол жазған өлеңдерін шығара беру керек. Иә, қазір жазған сайын өсе береді екенсің. Мысалы, қазір жаздым бір өлең, жарты сағаттан кейін тағы бір өлең жазсам, жарты сағаттан кейін жазған өлеңім, оның алдында жазған өлеңнен кішкене сәл-пәл болсын артық болып тұрады. Өзімше сөйтіп. Мықтырақ болып тұрады. Одан кейін жазған одан да мықтырақ. Сөйтіп жаза мықты бола бересің. Сен көп өлең жазған сайын мықты бола бересің. Адам бәрі үйренеді ғой. Адамдар тозаққа да үйренеді деп ойнап. Енді жаза берсең, бір нәрсені істей берсең, түбі профессионал болып кетесің ғой. Еңбек ету керек. Ермеу керек. Және де шынайы махаббатпен шынайы болу керек, алдамау керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Не деген керемет сөздер. Күтем. Иә, осымен Ези біздің бүгінгі подкастымыздың соңына да жетіп қалдық. Саған рахмет көп. Саған рахмет. Мен ойымша көп адамның көптен күткен подкасты болды деп ойлаймын. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз, достар. Сондықтан біздің арнамызға жазылыңыздар, лүпілдеріңізді басып жүріңіздер, комментарийларыңызды қойып жүріңіздер, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мына видеоны
иглстар болсын, иглстар болмасын, көршілеріңізге, достарыңызға, барлық таныстарыңызға таратыңыздар. Құдай қаласа тағы да жеңісті күндерде жүздескенше, жүздескенше. Рахмет саған көп-көп. Ема подкастымызды қарап жүріңіздер. Сосын қарамай қалып, ема деп қалып жүрмеңіздер. Ема деп қалмаңыздар. Рахмет сіздерге, барша көрермен, барша қазақ елі армысыңдар, жақсы көрем. Бар болыңыздар. Көріскенше жақсы жаңалықтармен, еліміз тыныш болсын. Жұртымыз аман болсын. Отбасымыз берекелі болсын. Шаңырақ шайқалмасын. Ал бүгін сіздермен бірге болған мен Тұрғыт, және бүгін бізде қонақта болған Азамат Зеңкаев. Рахмет достар.